Сәлем, менің YouTube каналым тұрақты көрермендері. Бүгін біз үй жағдайында сыр жасайтын боламыз. Бізге керегі творог, сары май, жұмыртқа, тұз, ас содасы. Бірінші сүтті газға қойып қайнатып аламыз. Менде 1,5 кило творог ірімшік болғаннан кейін 1,5 литр сүт алдым. Сүтті қатты бір қайнатып аламыз. Сүтімізге ірімшігіміз салып, жақсылап араластырамыз. Ірімшігіміз сағыз сияқты созылып, қоймалы жың болады. Ірімшігіміз дайын болып жатыр. Сағыз сияқты созылып, осындай ағаш қасық болса, ағаш қасықпен араластырсаңыз жақсы болады. Араластырып тұрамыз. Сүтіміз сары суға айналады. Сол кезде сүзіп аламыз ірімшікті. Ірімшігіміз дайын болды. Дайын ірімшікті осындай торға немесе марлауге, декеге сүзіп аламыз. Сүзіп, суын сығып шығарып аламыз. Осылай ауыр затпен үстін бастырып қойсаңыздар болады. Суы жақсы шығады, тез дайын болады. Мен банкіге су құйып бастырып қойдым. Келесі қоспамыз дайындау үшін тостаққа су құйдым. Үстіне қазан қойып, отты баяу қоямыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу үшін бір жұмыртқаны салып аламыз. 1 шай қасық ас содасын саламыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Тұзды татымына қарай өздеріңіз саласыздар. Ірімшік сырды жасап жатқандықта көрсеңіздер болады. 50 грамм сары май салдым. Май ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Майымыз еріді. Енді бұның үстіне жаңағы дайындап алған ірімшігімізді саламыз. Ірімшігіміз осылай шықты, міне. Еріген майдың үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ағаш қасықпен жақсылап араластырып тұрамыз. Осылай болады. Шыны ыдысымыздың түбіне май жақтым. Алған оқтан оңай алыну үшін сырды салып, жақсылап, нығыздап, үстінен басамыз. Үстінен басып, жақсылап, үстін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Су үшін суығаннан кейін алып кесіп жей береміз. Мінекей сырымыз дайын. Тоңазытқыштан шығарып, осылай кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын.
Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.